Сәлеметсіздер ме? Бүгін осындай ерекше әдемі манты жасайтын боламыз. Ең алдымен 500-600 граммдай ұнымызды саламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 1 стакан су құямыз. Салқын су. Жақсылап араластырып, әдемі қамыр иеміз. Көпшілікке жасайтын болсаңыз, перчатка киген дұрыс. Қамырымызды жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Сол аралықта салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, картошка, пияз қажет болады. Пияз қоспасаңыз да өзіңіз білесіз. Картошканы осылай кубиге турап аламыз алдымен. Мен үлкен 2 пияз қостым. Пиязы қанша көп болса, мантыңыз соншалықты дәмді болады. Пиязын да майдалап тураймыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Және де үстінен кішкене май құямыз, сол кезде дәмі өте керемет болады. Иі қанған қамырымызды жақсылап жайып аламыз алдымен. Қамырымызды жайып болғаннан кейін дөңгелек пішімде кесіп аламыз. Не кесе, не пиалаймен де болады. Дәл осы үлгіде түйіп шығыңыздар, сол кезде өте әдемі көрінеді. Листімізді алдымен майлап аламыз, түбі жабысып қалмау үшін. Осылай рет-ретмен қойып шығамыз. Менде 2 лист шықты. Суымыз міндетті түрде қайнау керек. Шамамен 45-50 минутқа қоямыз. Осындай керемет манты шығады. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Лайк, комментарий ұмытпаңыздар.